Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Дони. Менің бүгінгі видеома қош келдіңдер. Жарты жыл достар, жарты жыл, бақандай 6 ай мен қайда жоқ болып кеттім. Қазір мен осы сұраққа жауап беретін боламын. Әрине айтатын ешқандай сылтауым жоқ, бірақ себеп бар достар. Мен соңғы видеода особый кейс ашқан болатынмын достар, оны өздеріңде білесіңдер. И содан кейін менің вообще желанием қашып. Енді осы үшін сендерден кешірім сұраймын достар. Ал давайте достар, видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер. Ал ендеше мен видеомды көп созбай бастаймын. Ең алдымен Астана серверінен өзіме жаңадан аккаунт ашып, пароль қойып алайын. Әрине өкінішке орай бұл жерін сендерге көрсетпеймін. Короче достар, қазір дайын отырыңдар. Мен қазір дядя Славаның заданиесін өтетін боламын. Ал оны өтіп болам дегенше сендер явно күтпейсіңдер. Енді күтсеңдер де поливым ұзақ болады да ол и скучно болып кетеді ары қарай. Ал мен бұл жерде сол баяғыдай 100 XP-пен өткізіп жіберетін боламын. Все достар, 100 XP бітті. Ал енді біз ары қарай дядя Славадағы квесттерді орындайтын боламыз. Қазір маған ең бірінші осындай очки сатып алу керек. Мына жақтан 10 000-ның очкиін сатып аламыз, короче, және де осылай біз бір квестті орындаймыз. Скин сатып алуды да ұмытпаймыз достар. Ал енді стартқа жақсы шамалы ақша болсын деп Энзоның промокодын жазатын боламыз достар. Пока өзімде промокод жоқ, енді біреудің промокодымен жүреміз достар. Әрине қиын болса да енді крупи жұмысын істеуді де ұмытпаймыз. Крупи жұмысын уже істеп бітіріп тастадым достар, оны көрсете берсем сендерге де қызық емес. Ал енді біз уже сюжетный линияға көшіп кеткен болатынбыз. Достар, қазір мен 10 000-ға мына Біржан МВП дейтін адамды автошколаға дейін апарып тастайтын боламын. Мына көлікті қайдан алды деп ойлап отырсаңдар, бұл бәнлі дядя Славаның сюжетный линиясын өтіп жатқан кезде кейс памжа береді ғой, сол кейс памжадан түскен көлік. Все, әкелдім, тастадым, ақшасын алдым и қайтадан біз дейтін заданиелерді орындайтын боламын. Все, қазір банкке келдім достар. Ең алдымен штрафымды төлеп алмасам, арабам ұшып кетіп жаяу жүретін жай жоқ. Бұл играша өзгеріп кеткен дейме, базар жоқ. Мына жаққа 3-4 тегін мопед қойып қойыпты. Келіп мінем десең мінесің да тегін кете бересің базар. Қазір мен бірден правительствоға келдім достар, чтобы мына жақтан лицензияны оружие алу үшін. Бұл жақта енді баяғыда 100 закона за послушность болу керек еді ғой, лицензия алу үшін. Ал қазір -70-тен төмен болмау керек, короче. -70-ке дейін лицензия ала бересің, короче, оружияға. Негізі бұл играша жақсы жағына қарай біраз өзгеріпті, былай байқап тұрсаң. Ал қазір біз дейтін Black Pass'ың заданиесін орындайтын боламыз. Black Pass'ты сатып алмасаң да негізі ше, андай тегін берілетін заттармен ақ әжептәуір күн көруге болады ғой достар. Бізде бүгін обновление болды достар. Бүгін дегенде бүгін емес енді достар, алдында болған просто мынау сол кездегі видеозапис қой. Менде 1 миллион рублей бар. Енді мына ивентті көтеру үшін бізге қанша ақша керек екен достар? Мен мына 1 миллион рублеймен қай жерге шейін бара алады екем? Оны ары қарай көре алмай қалдық қой, короче. Оны достар, базар жоқ, бізде осындай жаңадан паркур қосыпты. Астының барлығын пустыня қылып тастаймай. Негізі дұрыс. Не болса да, биіктіктен жер көрініп тұру керек қой. Алдыңғы паркурда білесіңдер ғой, кәдімгі ашық аспанға құлайтын. Бірінші ойыным болғандықтан енді достар, өліп асықпай 8,5 минутта, короче, финишке жетіп келдім. 12 минут кетіп қалды ғымынан өтуге. Достар, маған қазір екінші орын болғаным үшін 400 осындай батарейка мен 3000 рублей берді. Негізі ал бізге осындай фильм көрсетіп жатыр, короче, достар. Марстан бір бәле инопланетян келе ма, короче, сондай болады, енді мен түсінуім. Мына жақтағы сюжетный линияны айта алмадым енді достар. Базар жоқ, қызық екен енді сюжеттің өзін өткен, бірақ түсініп ойнаған адамға қызық болады ол. Ал мен түк түсінбей ойнадым. Так что қызық болды. Мынаның барлығын көріп отырған қызық емес деп ойлаймын енді достар сендерге. Так что только қандай награда берді, соны ғана көрсете салайын. Барлық жерін өткізіп жібердім. Ең құрғанда осы жерін көріп кетіңдер енді достар. Ну что, поехали. Мына сюжетный линия 3 частьтан тұрады екен достар. Мінекей өздерің көріп тұрғандарыңдай маған осындай награда берді. Бізде достар жаңадан кибер деревня дейтін кейс шығартты, және де мынаны қарасаңдаршы, ё-моё, золотойға 25 000 блэккоин қосып қойған достар. Не деген масқара мынау, ё-моё.
және де 2 эксклюзивный тачка қосып болған. Мына кейс дейтін просто ашалет болып жатыр ғой достар. Мен сендерге железо бетон айтам. Мына кейсті Enzo Salvador Crate дегендер промокодтан жиналған донаттарға ашады и оларға обязательно мына золотойлар түседі ғой. И және де сол ютуберлердің біреуі мына 25.000 блэккоинді түсіріп алады. Жыбы. Ал мына жақта болса мен достар бірінші орын болып финишке жеттім. Достар, осымен видео тәмәм өз соңына да жетті. Ал сендер болсаңдар арнаға тіркеліп лайктарыңды басыңдар және де дәлше осылай видео түсіріп жалғастыра берейін ба? Сендерге өзі осындай контенттер ұнай ма? Комментарияға жазып кетіңдер.